сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерді қайта көріп отырғаныма қуаныштымын. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі. 22-ші сабақ. Бүгінгі сабақта сен Еуропа халықтарының дәстүрлі билерін ажырата білуді үйренесің. Еуропа халықтарының картада орналасуын анықтайтын боласың. Еуропа халықтарының ұлттық киімімен танысасың. Еуропа Азиямен бірігіп, жер аумағы бойынша ірі құрлық болып табылатын Еуразияны құрайтын 6 дүние бөліктерінің бірі. Еуропа елдері 4 аймаққа бөлінеді: батыс, шығыс, солтүстік және оңтүстік. Жалпы Еуропада 65 ел шоғырланған. Олардың ішінде 50 тәуелсіз мемлекет, 9 тәуелді аймақ және 6 танымал республикалар енеді. Германия аумағының үлкендігі бойынша Еуропадағы 5-ші ел. Ал Франция болса Еуропадағы дамыған мәдени туристік елдер қатарына жатады. Ал Испания Еуропаның ең көне мәдениеттерінің бірі. Көптеген дарынды суретшілер, музыканттар және жазушылар осы елде дүниеге келген. Келесі берілетін музыкалық видеороликта Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрін бір-бірінен ажыратуға тырыс. Ал балалар қазір жұмыс дәптерлерінді ашып, бүгінгі күнді жазып, бүгінгі тақырыпты жазып, кітаптарыңнан 58-ші беттегі тапсырманы орындаймыз. Яғни елдердің дұрыс атауын тауып, торкөздерді толтырып жазыңдар. Кітабымыздың 60-шы бетіндегі эстон халқының әнін бірге орындаймыз. Танцы всякие играл, тири-лили, тири-лиль, польку, вальсы и кадриль. Ту-ту-ту-ту-ру-ру, ту-ту.
друзья сошлись в кружок, тирилиль, играй, дружок. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Все танцуем, все поем, все играем, кто на чем. Все играем, все поем, тирилили, кто о чем. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, 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 ду-ду-ду-ду-ду-ду. Жақсы балалар, бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Берілетін тапсырма өзіндік жұмыс Германия, Австрия, Италия және Испания елдерінің картада орналасуын табыңдар. Аталған елдердің астанасын дәптерге жазып, кері байланыс жасаңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.